Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгін мен сіздерге жақында аты берілген Ахмет Байтұрсынұлы атындағы қазақ тіл білімі кафедрасының қысқаша тарихы туралы айтқым келеді. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы қазақ тіл білімі кафедрасының тарихы сонау 30-шы жылдардың ортасынан басталады. Яғни Сергей Миронович Киров атындағы болып аталған КАЗГУ алғаш құрылған кезеңден бастап әрине қазақ тіл білімі кафедрасы бар. Оның аты қазақ тілі кафедрасы, қазақ филологиясы кафедрасы болып өзгерді. Бірақ негізгі бағыты, негізгі саласы, негізгі жүйесінен әлі айнымай келе жатыр. Қазақ тіл білімі кафедрасы республикамыздағы ең жетекші теориялық және практикалық тұрғыдан қазақ тілін синхрониялы және диахрониялы бағытта оқытуды жүзеге асырып келе жатқан республикадағы жетекші кафедра болып есептеледі. Бұл кафедраның алғашқы бастауында академик Ісмет Кеңесбаев, академик Мәулен Балақайұлы тұр. Бұл ғалымдар ұзақ уақыт қазақ тіл білімі кафедрасында меңгеруші ғана емес, сонымен бірге тілдің жан-жақты зерттелуіне, әртүрлі салада бағытта дамуына игі әсер еткен ғалымдар. Соның ішінде әсіресе біздің кафедрамызға үлес қосқан Мәулен Балақайұлы екендігін ерекше атауымыз керек. Мәулен Балақайұлының жетекшілігімен филологияда, соның ішінде қазақ филологиясында тіл тарихы, тіл теориясы, оның ішінде синтаксис саласы, стилистика саласы, морфология саласы ерекше дамыды деп айтуға негіз бар. Өйткені ғалымның бастауымен жазылған еңбектер, ғалымның ғылыми жетекшілігімен қорғалған ғылыми жұмыстар кейінгі кезеңдегі қазақ ғылымының дамуына игі әсер етті деп айтуымыз керек. Қазақ ғылымының қазіргі бастауының негізі болып тұрған ол 1954 жылы шыққан қазақ тілі оқулығы болатын. Осы оқулықтың негізінде ғылыми бағыттар өрістеді, ғылыми бағыттар дамытылды. Біздің кафедрамызда қазақ тілінің синтаксисін, қазақ тілінің стилистикасы, қазақ тілінің тарихи грамматикасы бағыттары терең зерделенді. Мәселен, Мәулен Балақайұлының ғылыми жетекшілігімен қорғалып, кейін үлкен ғылыми бағыт алған қазақ тілінің тарихи грамматикасын жазған профессор, филология ғылымдарының докторы Мархабат Тұманұлы Тұманов болды. Бұл сала қазіргі күнге дейін сол Тұмановтың жазған оқулығымен оқытылып келе жатыр. Бұдан қазіргі таңда республика көлемінде бұдан асқан, дәл осы деңгейде жазылған оқулық жоқ деп айтуға негіз бар. Одан кейін қазақ тілінің синтаксисі кафедрада дамытылды. Оны негізін салған Мәулен Балақаев, кейін арғарай дамытқан Мәулен Балақаевтың шәкірті Талғат Сайрамбайұлы Сайрамбаев болды. Қазақ тілінің стилистикалық бағыты дамытылды. Тағы да Мәулен Балақаевтың шәкірті Мырзатай Серғалиев қазақ ғылымында стилистиканың алғашқы авторлары санатында. Қазіргі кафедра профессоры Дина Ақбергенқызы Әркебаева осы стилистиканы прагматикалық бағытта арғарай дамытып келе жатқан ғалым ретінде республикамызға белгілі. Кафедрада сондай-ақ тілдің тарихы, қазақ тілінің лексикологиясы терең бағытта зерделенді, зерттелді.